Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін ақылды етікші атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Оның әрбір жарлығын халқы еш тоқтаусыз уақытымен орындап тұрады екен. Бір күні патша: менің әрқашан халықтың мүддесіне арналған өмірім орнына нақпа-нақ келіп тұрады, және халқым да мені жақсы көреді. Мен үнемі олардың пайдасын ойлаймын. Енді мен осы халқыма зиянды бір әмір таратайын. Халқым тыңдап орнына келтірер ме екен? Жоқ, келтірмес пе екен? Деп ойлап уәзірлеріне: халыққа тегіс хабарлаңдар, ешкім басына пайда қылмасын, деп әмір қылады. Бұдан соң уәзірлер бұл әмірді халыққа естіртіп болып патшаға: халқыңыз әміріңізді нақпа-нақ айтқаныңыздай орындайтын болды, дейді. Патша уәзірлеріне еш жауап айтпайды. Түн болған соң үстіне ескі киімін киіп, әмірінің қалай орындалғанын көру үшін көшеде жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр екен. Патша қайыр сұраған кісі болып, шам жанып тұрған үйге келсе, үйдің ішінде бір етікші етік тігіп отыр екен. Етікші қайыршыны көріп, келіп бір кішкене нан береді. Сонда қайыршы: сен патшаның әмірін тұтпаған не қылған адамсың? Ешкім басына пайда қылмасын және шамда жақпасын дегені қайда? Дейді. Сонда етікші: сенің онда не жұмысың бар? Сондай әмір қылып отырған патша да ақымақ, себебі мен жарлы адаммын. Күнде 4 тілда пайда қыламын да, 4 тілда зиян қыламын. Міне, мен сонымен күн көріп отырмын. Патша ақылды болса, осыны білер еді, дейді. Патша бұған жауап қайтармастан үйіне келеді де, ақылды 4 уәзірін шақырып алып: сіздерді басқалардан ақылы көп деп өзіме уәзір қылып едім. Енді мен сіздерден сұрайтын сауалым бар. Күніне 4 тілда пайдада, 4 тілда зиян қыламын. Сол пайда мен зияным не? 3 күн ішінде соны табыңыздар. Таба алмасаңыздар, бастарыңызды аламын. Өздеріңіз таппасаңыздар да, табатын кісі тапсаңыздар, жазадан құтыласыздар, депті. Уәзірлер 3 күн бойы ішінде өздері де шеше алмай, табатын кісіні де таба алмаған соң, енді патшаға көрінбей қашпақшы болып жүргенде, баяғы етікші уәзірлерге келіп: мен патшаның сұраған сауалының жауабын тапсам, сіздер маған не берер едіңіздер, дейді. Уәзірлер 4000 ділда бермекші болады. Етікші уәзірлерден 4000 ділданы санап алып, олармен патшаға барады да: тақсыр, мен етік тігіп әр күні 4 тілда пайда қылам, 4 тілда зиянда қылам. Ол былай: 1 ділданы қарызға беремін, 1 ділданы ескі қарызыма беремін, 1 ділданы құдыққа тастаймын, 1 ділданы әйелім екеумізге жұмсаймын, депті. Сонда патша: әйелің екеуіңе жұмсалған ақшаны бәріміз де түсінеміз. Қалған 3 ділданың жұмсалған орнын анықтап түсіндіріп бер. Бұл сөзге етікші былай жауап қайтарыпты: 1 ділданы қарызға беремін дегенім, қартайғанда өзімді асырар деп балама беремін. 1 ділданы ескі қарызыма беремін дегенім, өзімді жасымда асыраған кәрі әкем мен шешеме беремін. Енді 1 ділданы құдыққа тастаймын дегенім, күйеуіне тұрмай қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін дегенім, депті. Сонда патша: бұл етікші ақылды адам екен, деп өзіне уәзір қылған екен.
Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.